келесі 19 есеп көрнекті ықшамдаңыз деп беріліп тұр. Так, не істейміз? Ең алдымен мына минусты жақшаны ашып аламыз, мына минус таңбасын. Сонда 1 бөлінген 7 көбейтілген x квадрат қосылған 1 бөлінген 3. Жақшаны қалай ашамыз? Минус 1 бөлінген 3x. Мына жақта минус жақшаны не істейді? Плюске айналып кетеді. Минус плюске айналып кетеді. Өткен жақшаны ашқанда бұл алдында минус 1 деп ойлаңдар. И бұны әрқайсысына бүйтіп көбейтіп шығасыңдар. Санға сол кезде минусқа минусты көбейткенде ол плюс болады. Сонда плюс 1 болады. Так, енді келесі амал не істейміз? Так, көрнек мақта мәтіндері қарайық, тек берілгендер өйстіп жазып алған. Біз сонда мыналарын жазып, мына екі айнымалысы жоқ, мына x, y жоқ сандарды бір-бірін қосамыз. Сонда менде келесі өрнегі былай шығады. 1 бөлінген 7 x көбейтілген x квадраты азайтылған 1 бөлінген 3x. Әлде мұна екеуін қосамыз, 1 бөлінген 3 пен 1-ді 1-ге 3-те берем. Сонда неше шығады? Қосылған бөлімі ортақ мәні 3 болады. И үстінде 1 қосылған 3. Немесе ол 4 болады. Біздің жауабымыз бар ма екен? Мына жерде Б нұсқасында тұр екен. Жоқ. Нұсқасында жермен 7 деп тұр ғой. Б нұсқасы емес сонда. Так, мұқият қарау керек. Міне Д нұсқасында тұр екен. Бүйтпеңіздер. Бұл жерде бізде аралас бөлшекке келтіріп алған. Біз оны қалай келтіреміз? Так, квадрат азайтылған 1 бөлінген 3x келтір. И бұны аралас бөлшекке келтіре аламыз. 4-ті 3-ке бөлеміз. 1-ге бөлінеді. Бөлімі 3, және бұдан менде 1 қалдық шығады. Жауабым сонда Д нұсқасында екен.